Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай таңғы асқа өте дәмді америкалық шоколадты панкейктер дайындайтын боламыз. Дәмді әрі тойымды, жеңіл дайындалатын панкейктерді менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге 2 дана жұмыртқа қажет. 2 дана жұмыртқамызды осылай жарып алып, жақсылап араластыру керек. Енді қантымызды қосып, қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Қант еру қажет. Сүтімізді қосамыз. Сүт жылы болу керек, бөлме температурасында болса да болады. ұн мен какао ұнтағын осындай елеуіштен өткізіп аламыз. Және қамыр қопсытқыш қосамыз. 1 шай қасық болады. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Және де соңынан сұйық майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап осылай араластырып болғаннан кейін тестамызды көреміз. Қатты қою да болмау керек, яғни сұйық та болмау керек. Қоймалжың осындай шоколадный тесто шығу керек. Қызып тұрған табада панкейкелерімізді пісіріп аламыз. Жай отта панкейкелерді пісіру қажет. Қатты отта пісірсек, асты күйіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Шикі болады яғни. Арасында тестамызды осылай араластырып тұруымыз қажет. Яғни қою болып қалмау керек. Мінекей достар, барлығы дайын болды. Таңғы асқа күнделікті жасауға болады. Рецебін видеоның астына салып қоямын. Қараңыздар.